кең дала ТВ. Құрметті спорт сүйер қауым, біз Шырайлы Шымқаладамыз. Шымкентте біздің ауыр атлетикадан ұлттық құрама командасы оқу жиын жаттығуды өтуде. Естеріңізге сала кетейін, жақында Индияда Азия чемпионаты өтеді, және де алда әлем кубогы бар, Қазақстан чемпионаты бар. Ал ең бастысы осы қыркүйек айында Азия ойындарына дайындық. Және де бүгін арнайы сіздерге, құрметті спорт сүйер қауым, біздің Қазақстан ұлттық құрамасының көшбасшыларының бірі, еліміздің мақтанышы, қазақ батыры, 2022 жылғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері, Азия чемпионы және 2024 жылы әлем чемпионы Нұрғиса Әділетұлы бауырымыз. Нұрғиса, ассалаумағалейкум. Қош келдің. Нұрғиса, қалай, жалпы сен осы декабрь айында иығыңа ота жасады, қазіргі таңда қалай өзің қалай өтуде? Армысыздар, қазақ елі. Қазіргі таңда жаттығуды қазір жайлап бастап жатырмыз. Жаңағыдай жүгітпен, резинкамен жұмыс жасап, иықта әлі асығыстық жоқ. Ең алғашқы жарысым осы жылға азиатский игр. Құдай қаласа сол жарысқа дайындалам. Әлі уақыт көп бізде. Асығыстық керегі жоқ. Енді асыққан шайтанның ісі дейді, жаңағыдай бірдеңе болып бүлдіртіп алсақ. Иыққа жаңағыдай операция болды, жаңағыдай сіңір үзілген. Сонымен жаңағыдай қазір енді емделіп жатырық. Осы 2,5 айдай уақыт өтті. Жайлап жақсы болып келе жатыр, шүкір Аллаға. Құдай қаласа алда үлкен жарыстар көп. Осы жылға Азия ойындары, жаңағыдай әлем чемпионаты бар, сол екі үлкен жарыс өте маңызды. Енді жаңағыдай ғой, Қазақтан ешкім алмаған ғой Азия ойындарын. Құдай қаласа осы жылы алтын жүлде алып, жаңағыдай тарих жасау, осы арман. Құдай қаласа осы жылға әлем чемпионы болдық. Енді Құдай қаласа ислам ойындарының чемпионы болдым. Құдай қаласа одан олимпийский чемпион ғой, ең жоғарыға. Құдай қаласа 2028-ге бәр күшіміз салып алтын аламыз, Құдай қаласа. Алла бұйырса, барлық қазақ елі соған тілектес. Бәріміз дұға оқимыз, Алла Тағаладан тілейміз. Қазіргі таңда мына федерация сіздерге барлық условия жасады. Қандай кемшіліктер бар ма, әлде бәрі қамтамасыз, бәрі жеткілікті ма? Қазіргі таңда олимпиадаға нық дайындық басталып кетті десем де болады. Питание өте жоғары, жақсы. Бізге отдельный жаңағыдай олимпийский командаға жақсы тамақтандырып, ет бар, жаңағы күш береді. Қазы, барлық тамақ түрлері жақсы, өте. Ешқандай уайым жоқ тамақ жағынан. Жаттығу да өте жақсы. Балдар бәрі жақсы жаттығу жасап жатыр. Жақсы нық дайындық, осы әлем кубогына дайындалып жатыр көп балдар. Осы барлығына сәттілік тілеймін. Пока енді мен кішкене емделе алайын. Ал мына дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етеді, қазіргі таңда білеміз ғой бәріміз осымен. Допинг болды. Құдайға шүкір біздің федерацияның басшылары одан абыроймен шығып, қазіргі таңда жаңа белестер ашылып отыр. Дәрі-дәрмектерде оларды бақылайды ғой ағайларың. Әрине қазір өте қатты қадағалайды бізді. Жаңағыдай допингтан жаңағыдай қаншама дау болды, мысалы, білесіздер. Соны қазір нық қадағалайды, әр ішкен тамағымызды, витаминімізді, жаңағы аптекадан сатып алатын заттарымыздың өзін, мысалы, жаңағыдай жоғары федерациялардан, допингтан, жаңағы Қазақстанның, солардың бәрін звондап, жаңағыдай хабарласып жіберіп, сөйтіп сұрап ішеміз, сөйтіп қолданамыз жалпы қазіргі таңда. Дұрыс. Сен мінекей, Құдайға шүкір, әлем чемпионатына күміс жүлдегер болдың, әлем чемпионы болдың, Азия чемпионы болдың, ислам ойындарына 3 дүркін чемпионы болдың. Өзің қарсыластарың білесің, примерно. Алда келе жатқан әлем кубогы бар, әлем чемпионаты бар. Ал ең бастысы әрине олимпиада. Өзің қарсыластарың былай, өзің зерттейсің ба, бақылайсың ба, қарап тұрасың ба, қалай болды? Негіз бізде андай болды ғой, салмақтар өте ауысып кетті қатты. Алдында мен 96 килограммда шығып жүрген болатын. Одан кейін 94 килограмм ауыстырған болатын. Сол 94 килограммда ислам ойындарында жарысқа шықтым жалпы. Қазір енді 95 килограмм түседі салмақта. 95-тен кейін 110 килограмм түседі. Арасы 15 килограмм разница. Мысалы, жаңа баяғыда 102-де жүрген салмақтағылар көбісі түсуі мүмкін. Мысалы, жаңағыдай 89 килограммда жүргендер олар көтеруі мүмкін деген сияқты. Енді қазір соперниктер өте жаңадан соперниктер келуі мүмкін да. Енді көш бастап тұрған ең мықты ол Болгарияның жігіті
Карлос Насар деген жігіт. Ол өте мықты жігіт, олимпийский чемпион, жаңағыдай жас жігіт 2004 жылғы қаншама 3 дүркін 4 дүркін бе әлем чемпионы. Сол жігіт Құдай қаласа ұтуымыз мақсат. Сол жігіт ұтсақ қана осы олимпиада бағдарымыз. Басты қарсыласы сол дейсің. Ол да адам. Иә, әрине. Ол да қателеседі. Біз де Құдай қаласа енді бар күшімізді саламыз. Иә. Мүмкін емесінде ештеңе жоқ қой. Иә, мысал үшін келтейік, кеше ғана Шайдоров. Кеше ғана елімізге алтын сыйлап, бүкіл елді қуантып, оның да қарсыластарын қателесті, ол да қарсыластарын деген, бірақ алтын алам деп ойламаған. Сол үшін біз де саған тілектеспіз, бүкіл қазақ елі. Сен ауыр атлетикаға қалай келдің өзің? Қай жердің тумасың өзі, сол өмірбаяныңды кішкене айтып берсең. Осы Шымкент қаласының тумасымын. Осы Түркістан облысы Ордабасы ауданы Бөген ауылы, Водохраничный. Сол ауылдан шыққанмын жалпы. Үйде 5 ағайындымыз, ата-анам бар. Мен жалпы ауылда жүрген жігітпін жаңағыдай. Қыш көтеріп, қыш құйып, поляға шығып жаңағыдай. Жер аударып жүрген жігітпін ғой негізі. Сөйтіп өзімнің бөлем бар туысқан. Сол жаңағыдай Алматыда оқитын ол. Жаңағыдай штанга көтеретін. Сөйтіп мен негізі кішкентайымнан гимнастикаға қызықтым, күреске қызықтым. Енді бала болған екен қызыға бересің ғой спортқа. Өзім классында жаңағыдай спорт секторы болғам, кәдімгідей қатты жүгіретін класстастарына, жаңағыдай қолыммен жүретін, сальто тастайтын, сондай спортқа қатты бейім болғам өзім жалпы. Сөйтіп сол жаңа ағам шақырған бөлем. Алматыға келіп көрсейші, жаңағыдай осы штанга бар, түсіп көрсейші деп. Сөйтіп бардым, жаңа тренерім көрді ғой қазіргі осы. Кешкенбаев Жәнібек деген тренерім. Сол мен көріп жаңағыдай сразу алам деді ғой, мен жаңағыдай физикамды көріп, немді көріп сразу алам деді да. Содан кейін енді ауылға бардым, ауылда енді анам жалғыз жаңағыдай енді келесі жыл барасың дейді да, маған 8-ші класста барасың. Осы жылы қасымда болған ұнайды. Енді мен тұрып алдым, мен жылап қоймай барғым келіп кәдімгідей спортқа қызығып, сөйтіп жылап қой маған екен жібердім, мақұл баршы деп. Сөйтіп бардым, спортты бастап, қызығып жарты жыл ма? Жасың нешеде ол кезде? 12-де ғой. 12 жасымда бастадым ғой. Сөйтіп жаңағы жарты жылдың ішінде 6 айда, 7 айда Қазақстанның 2-ші орын алдым ғой. Дальше бір жарым жылдан кейін жаңағыдай бірінші орын алып, қызығушылығы артып, спортқа деген қатты махаббатым ашылып кетті ғой. Осы ауырды. Бәрекелді. Жақсы. Соның арқасында осындай жетістікке жетіп отырдық. Негізі мына үлкен ағаларың біздің ауыр атлетиканың біздің еліміздің мақтаныштары Анатолий Храпатый марқұм жатқан жері болсын. Илья Ильин ағалармен былай өзің қарап тұрасың, олар саған үлгі шығар мүмкін. Әрине, ол кішкентай кезде жаңағыдай мен Илья Ильин ағам екеуміздің кішкентай кезде фотомыз бар. Жаңағыдай осы Шымкент қаласында. Сен кішкентайсың ол кезде? Мен кішкентаймын ол кезде, 12 жастық, 13 жасарым ба, кішкентаймын. Ол Шымкент қаласына келген жаңағыдай жарыс көруге, жарысқа шығып жатырмыз. Сол кезде түсіп алған фотомыз бар. Енді жаңағыдай бір ретте Азия чемпионатына барғанбыз, Өзбекстанға. Сол кезде ол келіп поддержка етіп, сол кезде фотоны көрсеткен ғой. Міне деп ше. Сол кішкентай кездегі деп, міне деп таңғалып болды. Қазір енді араласып тұрамыз, сөйлесіп тұрамыз, хат алмасып тұрамыз Илья ағамызбен. Легенда ғой, мықты кісі. 2005-тен 2015-ке ойласаңшы, 10 жыл ешкімнен ұтылмаған, сондай мықты талантты болған ғой. Құдай берген ғой. Құдай қаласа енді бізде бір күшіміз саламыз, енді Анатолий Храпатый ағамыз да бар атамыз. Ол да өте мықты кісі болған. Бәрін танимыз ғой, Қазақтан шыққан. Соларды көріп өскенбіз. Құдай қаласа сол кісілердің де жолын берсін дейміз бізге. Жолын берсін. Алла тағала сол еліміздің ұлы тұлғалар ағаларының жолын берсін дейміз біз, тілектеспіз. Мына Нұрғиса қазіргі таңда ережелер өзгерді. Рывокта бөлек есептеледі екен, бұрынғыдай емес. Талшөктеу басқа болады екен. Яғни бұнда да алтын алуға болады, мұнда да алтын алуға болады. Өзің көзқарасың, пікірің қалай осы ережені өзгеріс қалай ойлайсың? Бұл өте жақсы ғой, мысалға жаңағыдай рывоктан көтере алмай қалады, мысалға үш мүмкіндігін пайдаланамай қалатындар болады. Одан кейін өз жарыстан ұшып кетемін деп көңіл күйін түсіп, соларға жақсы да, сондайларға жақсы. Жаңа талшоқтан шығып, жалшоқтан тағы мүмкіндікке шығуға болады деген сияқты. Бір жағы 2 алтын аласың, 2 дүркін чемпион азияский игр боласың деген сияқты сондай. Осы негізі бұндай болмайтын баяғыда. Қазір сөйтіп қойып жатыр ғой жалпы. Рывокқа отдельно, талшоққа отдельно деген сияқты. Құдай қаласа енді осы нәрсе енді олимпиадада болса екен деп тілейміз енді. Осы 2 алтын, 2 сразу олимпиадаға барып 2 дүркін олимпийский чемпион болып. Мүмкін, әбден мүмкін. Ол әбден мүмкін. Қазір соған жайлап келе жатыр ғой. Алдында бір ретте тоже Азия чемпионатында жастардың арасында 17 жасқа, 20 жасқа дейінгілер арасында солай ұйымдастырған болатын. Жаңағыдай рывокқа дейін, талшоққа дейін. Енді осы Азия ойындарына, осы үлкен жарыстың өзіне
осылай жасап жатыр да. Өте қатты қуаныштымыз, өте күшті ғой мысалға. Біреуі мысалы рывоктан жақсы көтереді, алтын алуы мүмкін. Біреуі талшоқтан жақсы көреді дереді, содан алтын алуы мүмкін деген сияқты. Мүмкіндіктер көбейеді ғой, яғни спортшыға алтынға жетуге. Нұрғызай, тамақ туралы айттық, спорттық тамақ туралы айтып жатырсың, дәрі-дәрмек қамтамасыз етіп айтып жатырсың. Ал психология жағынан сіздермен жұмыс істеп жатыр ма, әлде өздерің мотивация ма, өздерің жұмыс жасайсыңдар ма, қалай болып жатыр? Психология келіп тұрады, анда-санда жаңағыдай бізде Психолог. Психолог келіп тұрып айтады, осындай бізге көмектесіп. Жалпы өзімізде осы уақытқа дейін тәжірибе жинадық қой, жалпы осы уақытқа дейін. Алғашқы жарыстарда жаңағыдай біз қатты қобалжитынбыз. Оны мысалы келе өзі жарысқа қатыса келе өзімізге тәжірибе жинап, ол психологияны қалай жасаймыз, қалай дайындаламыз, оның бәрін өзіміз қазіргі таңда білеміз. Үлкен жарыстарға шықтық, мысалы әлем чемпионатына 2 рет шықтым уже деген сияқты. Артымыздан өсіп кеткен жастарға да айтамыз, осылай қобалжымаңдар, қобалжу болады дейміз да, ол қобалжу болады барлық спортшыда, ол қобалжыған дұрыс. Қобалжымасаң да ол вообще күш келмей қалады да, адам қобалжыған кезде жаңағы бүкіл денесіне күш келеді, энергия келеді деген сияқты. Қатты қобалжысаң да өте ол орынды емес, дұрыс емес нәрсе да ол. Орынмен десең, күштің сезбей қаласың бір жаман. Сол сияқты ғой, өзіңді мысалы қалыптастыра білу керек та, сондай үлкен жарыстарда өте маңызды ол. Өз-өзіңе сенімдісің ғой айтып. Иә, өзіміз. Құдайға шүкір. Астанада Азия чемпионаты өтті ғой. Саған қай жерде жеңіл? Өз еліңде шыққаның дұрыс па, әлде шетелде шыққаның дұрыс па? Өз еліңде жауапкершілігі көбірек, өзің жанкүйерлерің бар деген қалай ойлайсың өзің? Енді бұл нәрсені сезініп көрген жоқпын енді жалпы. Өз жерінде әлі чемпионат ондай жарысқа шығып көрмедім. Только Қазақстан чемпионаты ғой бізде. Әлемдік чемпионат әлі шығып көрмеген жоқпын. Қазақстан өз жерінде ол қалай болатынын, сезім қалай болатынын оны айтып жеткізе алмаймын енді жалпы. Енді өзге елде шығасың, енді ол да оңай нәрсе емес. Мысалы, алдына әлем чемпионатына шыққанның өзінде бір как будто үстіңнен бір ауыр жүк тұрған сияқты. Одан да бір штанга көтере салған жеңіл сияқты да бір. Сол сияқты да, үлкен ауыр жүк бір. Сол әлем чемпионы болған кезде бір үстіне бір жүк түскендей болды да, бір жеңілдеп рахаттанып қалдым да бір. Өз-өзіме таң қалып жаңағыдай. Сол сияқты Құдай қаласа осы 2028-де ма осы әлем кубогы, әлем чемпионаты осы Қазақстанда Астанада өтеді. Құдай қаласа сол кезде ел намысын қорғауға бар күшімізді саламыз енді. Олимпиадаға отборный жарыстар ғой. Сол Гаджи Шапиев осы сөйлесіп жоғары федерациядағылармен осы Қазақстанда ұйымдастырайын деп жатыр Құдай қаласа. Осы 2014 жыл болды соңғы рет. Әлем чемпионаты. Сондай жарыс болса екен. Сондай жарыс болса екен деп армандаймыз Құдай қаласа. Сол кезде біз көргенбіз. Алматыда болған кезде бәріміз. Өзі кішкентайсың ғой. Спорт школада оқимыз, 14 жасармын кезде. Ең биік, ең басты арманың қандай? Ең басты арманым сол әр спортшының арманы сол олимпийский чемпион болу. Ары қарай енді көре жатармыз ары қарай. Құдай қаласа 2032-ке де жаңағы дальше күш қуатымыз жетіп жатса, ешқандай жарақат болып жатқан жоқ болса, екі дүркін болуға да бәр күшіміз салуға тырысамыз. Иә, ол спорт енді қысқа өмір ғой жалпы. Осы қысқа өмірде жететін жетістігімізге жетіп қалу керекпіз. Жаңағыдай құр жүрмеу керекпіз. Осы жас уақытымызда еңбек етіп, шаршамай, ұйықтай бермей, жаңағыдай жата бермей, осы қимылдап, осы тарих жасап кету керекпіз ғой. Осы қияметке күнге дейін осы атымыз жарқырап тұратындай тарих жасап кетуіміз ғой. Арманым сол. Бәрекелді. Белгілі осы бір кезде біздің Қазақстан ауыр атлетикасы допинг скандалдар болып, дауыл болып, бір кезде сен де 1,5 жыл атлетикадан келіп ауылда жүрдің, тіпті таксовать еттің. Өзің бір интервьюде айтқансың, таксовать еткен кездерің болған. Осы бірақ Құдайға шүкір, мына қазіргі таңда біздің ауыр атлетика федерациясы сол ситуациядан шығып, Құдайға шүкір, қайтадан біздің қазақ ауыр атлетикасына абырой жинауға тырысып жатыр. Сол кезде қандай ойларың болды? Сен 1,5 жылдай демалдың, иә? 1,5 жылдай демалдым жалпы. Енді ағам бар, отбасым бар, оларды қол ұшын созып, жаңағыдай айтты ғой енді. Берілме, ораласың деген сияқты. Өзімізде федерацияларда уже бізге қолдау білдіріп жүрді. Бұны жеңеміз, дәлелдейміз деп ше, біз тазамыз деген сияқты. Вот сол сөздерінде тұрып жаңағыдай дәлелдеп бізді шығарды жалпы. Өте қатты қуаныштымын. Иә, ағам бар, бәрі көмектесті ғой осы қиын сәтте. Өзім де жаңағыдай
ұлттық жаңағы спорттары бар ғой, жаңағыдай алыптар сайысы, қажып қалған жарысы, сондай жарыстарға қатысып жүрдім жалпы. Осы уақыттарымда құр жүрген жоқпын да, жаңағыдай жаттығуымды жасап. Соның арқасында жаңағыдай допингтен одан шығып қуанып өте. Енді олимпиадаға бара алмадық қой біз. Олимпиаданы даже көрген де жоқпын мен оны ше, жарысты. Результаттарын көрдім былай енді сырт бітіп өткеннен кейін. Мен барған кезде жаңағыдай уже алтын алып тұргенмін да, былай айтқан кезде. Енді хайыр, сол енді сондай бір іште бір от жанды да. Жаңағыдай өкініш болды қатты, өте қатты өкініш болды. Сонымен жаңағыдай тренировканы бастаймыз, чемпионат мираға барамыз, дәлелдейміз деп 3 айдың ішінде ойласаңызшы, 1,5 жыл дем алып, 3 айдың ішінде дайындықпен чемпионат мираға барып алтын алдық. Аллаға шүкір, сансыз шүкір. Енді мына әлем чемпионатында сен алтын жүлдеге ие болдың, чемпион болған кезде өзің айтасың, бір жүк түскендей болды. Сол кездегі сезім қайтарылсын деп арманың бар ғой, дұрыс па? Қайтадан 2 дүркін бол. Біз тілектеспіз. Олимпиада чемпионының ең биік тұғырында көрейік. Және де ең аяғында осы біздің қазақ халқына, қазақ жанкүйерлерге не айтарсың? Қазақ халқына айтарым, бізді қолдаңыздар, әрдайым біз елім үшін, туымыз үшін, туымызды биік желбірету үшін бәр күшіміз саламыз. Енді осы қазіргі таңда спортшылар ғой, осы қазақ елін танытатын, туды көтеретін осы спортшыларды қолдаңыздар әрқашанда. Ұтылса да, ұтса да, еш не істемеңіздер, қолдап жүріңіздер әрқашанда. Сол айтарым, балдарыңызды спортқа беріңіздер. Әр бала енді өз жолын таңдайды ғой жалпы. Сол таңдаған таңдауларына қарсы тұрмаңыздар. Сол айтарым, денім сау болсын. Осы Қазақстан еліміз дами берсін, өркендей берсін. Соғанда біз атсалысып, осылай жүре берейік. Құрметті спорт сүйер қауым, мінекей алдарыңызда біздің еліміздің мақтанышы, қазақ елінің батыры, ауыр атлетикадан әлем чемпионы, Азия чемпионы Нұрғиса бауырымыз арнайы сіздерге сұхбат берді. Біздің барлық спортшыларға тек қана сәттілік тілейміз. Біздің туымыз биіктен көріне берсін, біздің әнұранымыз ойналсын, жүрегіміз біздің қуанышқа толсын деп біз тілектеспіз. Ал сіздерге естеріңізге сала кетейін, біздің Кең Дала ТВ YouTube арнамызға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл бізге күшті күш-қуат және қолдау ретінде болады. Көп рахмет, аман сау болыңыздар, спортпен шұғылданыңыздар.